Бұл жаттығулардың арқасында сіз денеңізді айтарлықтай жақсартып, көптеген аурулардан арыла аласыз. Жаттығуды үйрену үшін арнайы сабақтардың қажеті жоқ, өйткені қарапайым жаттығу. Бар болғана қарапайым позада жатасыз. Ешқандай икемділік пен күшті қажет етпейді. Тек күнделікті 15-20 минут уақыт бөлсеңіз болғаны. Тіпті мұны жаттығу емес, емдеу десек те болады. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бұл видеода аяқ көтеріп жатудың пайдасы және де 7 түрлі ауруға шипа болатыны жайлы білетін боласыздар. Видеоны соңына дейін қараңыз және арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бұны күндіз де, түнде де, шаршауды басқыңыз келген кезде, кез келген уақытта жасауға болады. Ал ұйықтар алдында жасайтын болсаңыз, ұйықтап кету оңайырақ болады. Жаттығуды орындау үшін қабырғаға мейлінше жақын жату керек. Астыңызға төсек немесе жайлы кілемше төсеп, өзіңізді жайлы сезініп жату керек. Аяғыңызды көтеріп, қабырғаға мүмкіндігінше жақын орналасыңыз. Аяқ пен дене 90 градус бұрыш жасап тұрады. Денеңіз тік болу керек. Ал басыңыз еден немесе төсекте болу керек. Иық пен жамбас бір деңгейде. Қолдарыңызды бос жіберіп, еркін жатыңыз. Егер мойныңыз ауырса, оған жастық немесе орамал орап қойыңыз. Сондай-ақ бөксенің астыңғы жағына жұмсақ зат қоюға болады. Өзіңізге ыңғайлы етіп жасап алыңыз. Жатқан кезде денеңізді толық демалтып, аяғыңызға салмақ түсіп жатқанын сезіңіз. Осы позада 5 пен 20 минут арасында жатыңыз. Ол қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге тартып, бүйірге қарай тартыңыз. Бірден тұрып кетпей, бірнеше рет терең демалып барып тұрыңыз. Егер ұйықтар алдында мұны жасасаңыз, жасап болған соң жай ғана ұйықтай беруге болады. Ал енді адам ағзасына беретін пайдасына тоқталатын болсақ, ас қорыту жүйесін жақсартады. Аяқты жоғары көтеріп жату ас қорытуға жақсы әсер етеді. Бұл күйде болған кезде ішкі ағзаларға қан көбірек құйылады. Жеген тамағыңыз ас қорыту жолына оңай өтеді. Мұның бәрі ішектің тұрақты қозғалысына ықпал етеді. Және де іш қатуды азайтады. Сонымен қатар бұл позада қоректік заттар жақсы сіңеді. Адамның ас қорыту жүйесі жақсарады. Адамның ас қорытуына байланысты тәбетіңіз ашылып, тамақты бұрынғыдан да жақсы жей бастайсыз. Ісінуді жеңілдетеді. Аяқтардың ісінуі әсіресе қан айналуының дұрыс болмауынан, жүректің жұмысының нашарлауынан, немесе артық салмақтың болу салдарынан денемізде сұйықтық жиналып, ісіну пайда болады. Жай ғана аяғыңызды көтеріп жату арқылы сіз аяқтарыңызды ісіндіріп ауыртатын барлық сұйықтықтардан арыла аласыз. Гарвард университетінің зерттеушілері аяқ көтеріп жату денемізді жинақталған бүкіл сұйықтықты бүкіл денеге таратпауға көмектесетінін, аяқтағы қан айналымының жақсартатынын және де осылайша ісінуді азайтатынын анықтаған. Дегенмен де аяқтың ісінгенінің себебін анықтап алғаныңыз жөн. Содан кейін ғана жаттығуға кірісуге болады. Аяқтағы шаршау мен ауырсынуды басады. Аяқты көтеру аяқтардағы, табандағы, жамбастағы кернеуді жеңілдететін ең жақсы тәсілдің бірі. Осы аяғымыздың 3 бөлігі біз күні бойы ұзақ уақыт аяқта тұрып жүргеніміздің салдарынан зардап шегіп жатады. Бұл жаттығу арқылы сіз аяқтың орналасуын өзгертесіз. Яғни күні бойы тұрып шаршаған аяқты 15-20 минут кері бағытта көтеріп жатқаннан кейін аяқтарыңыздың әлдеқайда жеңіл сезінетін боласыз. Қан айналымын жақсартады. Аяқ көтеріп жату қан айналымын жақсартудың ең тиімді жолы. Ол дененің жоғарғы бөлігіне қан ағымын байытып, оттегіні арттырады және бүкіл денеге біркелкі таратады. Бұндай жаттығу қан қысымын реттейді және аяғында варикоз тамыры бар адамдардың аяғындағы тамырларының кеңейіп кетуін алдын алады. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Бұл поза негізінен терең релаксация әдісі болып табылады. Аяқтарыңыз көтерілгенде ол көбірек ауаны жұтқызуға көмектеседі. Ал баяу және терең тыныс алу толық релаксацияға әсер етеді. Бұл жағдайда сіздің денеңіздің қалпына келуі жақсара түседі. Іштегі, мойындағы, бастағы ауырлық жеңілдейді. Ұйықтар алдында бұл жаттығуды орындасаңыз, өзіңізді жақсы сезіне аласыз. Арқадағы ауырсынуды азайтады. Егер ауырсыну қандай да бір себептерден туындамаса, профилактикалық шара ретінде аяғыңызды қабырғаға тіреп жатуды әдетке айналдырыңыз. Аяғыңызды көтергенде ол омыртқаға түсетін қысымды жеңілдетеді және омыртқаның табиғи қалпын сақтайды. Жақсы әсер ету үшін арқаға кішкентай жастық қойып алуға болады. Стресс пен мазасыздықты жояды. Күнделікті күйбең тіршілікте
оқуда, мектепте, жұмыста әлеуметтік қысымдарға байланысты ми күресу немесе қашу режимінде жүреді. Қан қысымы төмендейді, ас қорыту баяулайды, тез шаршайсыз. Күнделікті аяқты көтеріп жату арқылы сіз парасимпатикалық жүйені дұрыстайсыз. Тынығу мен ас қорыту жүйеңіз жақсарады. Денені және бойды босату арқылы сіз медитациялық күйге түсесіз. Ал бұл әрекет өз кезегінде денедегі барлық маңызды процестерді қалпына келтіріп, стресс пен алаңдаушылықты жояды. Бір қарағанда қарапайым жаттығу осыншама адам ағзасына пайдасы бар деп ойламаған шығарсыз. Бұл айтылып жатқан дүниелердің барлығы рас. Әр күні 20 минут уақыт бөліп жасап тұруға кеңес беремін. Ескерте кететін бір жайт, егер сіздің беліңізде жарақат болса, бұл жаттығуды жасамағаныңыз дұрыс. Алдымен дәрігерге қаралып, жарақатыңыз жазылған соң ғана жасағаныңыз дұрыс болады. Өз денсаулықтарыңыз жақсы болсын десеңіз, арнаға тіркеліп, видеоға лайк баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған Дертке шипа арнасы. Сау саламатта болыңыздар.